Күннен күнге жалқау болып бара жатқан сияқтымын. Күнде осы ойлап жүремін ғой, мен кәдімгі жалқаумын, ештеңе істегім келмейді деп. Таңертең ерте тұрдым, бүгін сағат 6:30-да. Барлығы ұйықтап жатыр, өзіме алдымен таңғы уход жасадым. Күнде сағат 7:30-да тұрып жүрген болатынмын ғой. Уход жасау қайда жан-жақта қалып кетеді сол күйі, ал бүгін ерте тұрып уход жасап керемет болып алдым. Сөйтіп өзімнің сүйікті офисіме келіп чайымды қойып кеттім. Далаға шықсам кереметтей құстың дыбыстары, таза ауа күшті болып тұр екен. Ең алдымен кеше жуылған киімдердің арасынан өзімнің күйеуімнің киімдерін тауып алдым да, соларды үтіктеу керек болған. Айтпақшы қыздар, сіздердің күйеулеріңіз де сондай ма? Бір рет жұмысқа киіп барып келген киімін екінші рет кимейді, күнделікті сол киімді жуып тұру керек. Ол киімдердің күйеуінен жуылуы көп болады, сонымен ағарып кетеді ғой. Ана жол айтып едім ғой, шыбын шіркей дегендер өте көбейіп кетті, қалай құтыламыз депші. Соған қыздар күшті лайфхак таптым. Барлық жер тазалап болғаннан кейін керемет қылып дастархан жайып өзіміз шай ішіп алдық. Айтпақшы қыздар, бетке арналған керемет маска жасаған болатын, парақшама кіріп көріңіздер, салып қойдым. Сөйтіп жүргенде түс болды, түсте бала-шағамның шай тамағын беріп ұйықтатып алдым. Ал өзім кешкі асқа дайындық, кешке осындай күшті бауырсақ,